Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылмандар. Ислам шариғатымыз бойынша әйел кісілерге ораза ұстамауларына рұқсат берілген жағдайлар бар. Тіпті кейбір жағдайларда ораза ұстауларына тыйым салынған деп айтсақ та қате айтқан болмаймыз. Мысалға, олардың бірі әйел кісілердің ай сайын болатын хайыз жағдайы. Бұндай жағдайларда парыз ораза болсын, нәпіл ораза, сүннет ораза ешқайсысын ұстай алмайды әйел кісілер. Екінші жағдайы жүктілік кезінде. Жүкті әйел кісілер өзінің денсаулығына зияны болса, немесе ішіндегі баласына зиян келетін болса, ораза ұстамауына шариғатымыз бойынша рұқсат етіледі. Өйткені шариғатымызда мақсат біреуінің зиян көру емес, Алла Тағаланың әмірін орындауы еді. Үшіншіден, әйел кісі егер бала емізіп жүрген болатын болса, емізіп жүрген баласы тек қана ему арқылы қоректенетін болса, ондай жағдайда да әйел кісі ораза ұстамайды. Ал егер бала өз бетімен де қосымша әрі тамақ жейтін болатын болса, ондай жағдайда ұстаймын десе рұқсат етіледі. Ислам шариғатымыздың жалпы алғанда фиқ ғылымында осы үш жағдайының өзінде де рұқсат етіледі. Яғни ай сайын болатын уақытысында, сосын жүкті болсын, емізіп жүрген болсын, үшеуінде де кейінге қалдырып, ораза уақытысын ұстай алмай, кейінгі уақытта орын толтырса, бұған рұқсат етіледі. Бұл әйел кісілерге тән жағдайлар болып есептеледі шариғатымызда. Ислам шариғатында әйел кісілерге берілген үкім осындай. Алла Тағала өзінің пендесіне қиындық қаламай, жеңілдік қалайды. Алла Тағала ниеттеріңізді қабыл, мұраттарыңызды асыл етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.